Қазақстан мен Иран президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді. Бүгінгі келіссөздеріміз екі елдің ынтымақтастығын дамытуға тың серпін береді деп сенемін. Қазақта көрші ақысы тәңір ақысы деген сөз бар. Біз көршімен әрқашан тату болған елміз. Иран Каспий жағасындағы жақын көршіміз, сенімді серіктесіміз деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы елдеріміз арасында дипломатиялық қатынас орнағанына биыл 30 жыл толғанын атап өтті. Айтуынша осы кезең ішінде ынтымағымыз артып, достығымыз нығая түсті. Жан-жақты байланысымыз қарқынды дамып келе жатыр. Бұған өзара сенімге негізделген саяси диалогтың арқасында қол жеткізіп отырмыз. Біздің үкіметаралық, парламентаралық және іскерлік кеңестеріміз бар. Сауда-экономикалық ынтымақтастығымыз кедергілерге қарамастан жылдан жылға артып келеді. Биылғы бірінші тоқсанда сауда-саттық 50%-ға артты. Ендігі мақсат осы қарқынды тоқтатпай барынша көбейту. Оған біздің әлеуетіміз жетеді. Мен сіздің өзара серіктестікті дамытуға қосқан үлесіңізді жоғары бағалаймын. Қарым-қатынасымызды дамытуға бар күш-жігерімді жұмсауға әзірмін, деді мемлекет басшысы. Қасым-Жомарт Тоқаев осы сапарының аясында маңызды шешімін жариялауға ұйғарым жасағанын айтты. Біз Иран азаматтарының Қазақстанда 14 күн визасыз жүріп тұруына рұқсат береміз. Бұл түрлі саладағы ынтымақтастықты нығайтуға септігін тигізеді. Сондай-ақ іскер топ өкілдерінің байланысын жандандырады. Барыс-келіске тың серпін беріп, туристердің көптеп келуіне ықпал етеді. Иран кәсіпкерлері осы жеңілдікті кеңінен қолданады деп сенемін. Иран Ислам Республикасының президенті Ибрахим Раиси Қасым-Жомарт Тоқаевқа ілтипат көрсетіп, шақыруын қабыл алған үшін алғыс айтты. Біз алғаш рет Душанбе саммитінде кездескен едік. Сізбен екінші рет Тегеранда жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Сіздің президент ретінде келген бұл сапарыңыз екі жақты қарым-қатынасымыздың дамуына тың серпін беретін ұлы бетбұрыс боларына сенімдімін, деді ол.